Бүгінгі өтетін тақырып сіздермен гендер дрейфі және популяциялық толқындар генетикалық шежіре ағашы дейді. Бізде енді сабақтың мақсаты, бүгінгі сабақтың мақсаты гендер дрейфі мен популяциялық толқындар туралы оқып білу, және де кодограммалар мен филогенетикалық ағашты туралы оқып білу және де үйрену. Енді бізде бұл көріп отқандарыңыздай машинаның дрейфті, машиналар дрейфт етіп жатқан кезі, және де бүгінгі тақырыбымызбен қандай байланысы бар дейтін болсаңыздар, бұл машинаның дөңгелектері ауытқан сияқты негізі гендерде кейбір уақыттарда ауытқып отырады. Негізінен бізде барлықтарымыз балалық шағымызда велосипед айдаған болуымыз мүмкін, басқа да бағанағыдай бір нәрсе айдаған болуымыз мүмкін. Сол кезде біз не істейміз, может таракандарды, может құмырсқаларды абайсызда басып кетеміз, и ол уақытта не болады, оларда сандарына біз гендер дрейфіне әсер етеміз. Негізінен ол қалай болады дейтін болсаңыздар, құмырсқалардың немесе таракандардың өздері бағана великті итеріп тастап немесе басқа да бір күштерінің әсерінен емес, ол кездейсоқ. Бұл жерде бізде табиғи сұрыпталу бұл жерде ешнәрсе істей алмайды. Ең мықты түрлері ғана аман қалып отыра алмайды бұл жерде. Не үшін? Ол осы жерден тоқтасаңыз. Бұл жерде айта кететін жайт, ол жерде ауытқу, ол кездейсоқ болуы мүмкін. Осыны біз гендердің кездейсоқ ығысуы деп атаймыз. Гендер не толық бекіп, немесе генофондтан толық жойылып отырады. Осыны біз гендер дрейф деп атасақ болады. Көп гендерге бұл әсер ете ма, гендер дрейфі, немесе аз гендерге әсер етеді ма дейтін кезде, қазір осы видеодан көрсек болады. Біз бұл бізде көп гендерге емес, аз гендерге өте көп әсер етуі мүмкін. Не үшін? Өйткені аз гендерге кездейсоқ жағдайлар әсер еткен кезде, мысалы қызыл түсті бізде таракан болып еді, ал ол бізде жойылып кетті да, екеуі бар еді, сол бізде кездейсоқ нәтижелерден жойылып кететін болса, бұл қысқа, бұл тарау аймағын, именно қысқа аз популяцияларға жақсы әсерін береді. Ол бізде гендер дрейфі. Гендер дрейфінің ығысуы, популяция оқшауланған гендердің не толық бекіп, не генофондтан жойылып кетуі. Ол екі жағдайда да болуы мүмкін. Және де популяция белгілі бір аумақта өмір сүретін, бір түрге жататын, еркін шағылыса алатын организмдердің тобы. Мысалы, мысықтар не істей алады, өз-өздерімен еркін шағылысып көбейе алады деген сияқты. Одан кейін генофонд. Ал генофонд дегеніміз ол бізде популяциядан барлық генетикалық ақпараттардың жиынтығы болып табылады. Оқшаулану деген нәрсе бар. Оқшаулану, мысалы, мына жерде екі біздің түлкіміз оқшауланып қалды бір-бірінен. Не үшін? Ол оқшауланып түрлі тірі организмдердің әртүрлі кедергілердің әсерінен еркін шағылыса алмай бөлініп қалу болып табылады. Және де бұл оқшаулануға енді бізде жалпы көптеген нәрселер әсер етеді. Ал бұл оқшауланудың жалпы осындай бір үш түр бар бізде: биологиялық, географиялық, экологиялық. Бір түрдің басқа түрі өкілдерімен шағылыс тоқтаған кезде экологиялық дивергенция жүзеге асады. Бұл бізде жаңа түрдің түзілуіне алып келуі мүмкін. Өйткені әртүрлі экологиялық жағдайлардың тіршілік ету үшін организмдер әртүрлі бейімделе бастайды. Ол мысалы экологиялық, мысалы біреусі басқа бір қоректен қоректенуі мүмкін, екінші басқа бір қоректен қоректенуі мүмкін, бірақ ол екеуі басына бір түр болды, екеуі экологиялық жағынан айырмашылықта да, олардан жаңа бір түрлер пайда бола бастайды. Бізде дивергенция дейтініміз айырмашылығының арту процестері. Ал екі түрдің бір-бірінен айырмашылықтарын деңгейі артатын болса, ол уақытта жаңа бір түрлердің пайда болуына тікелей әсер етеді бұл нәрселер. Бізде осы енді биологиялық оқшаулануға келейік. Биологиялық оқшаулану ол бізде бұл тірі организмдердің осы тіршілігіне байланысты әсерлері, именно өздеріне байланысты әсерлері. Мысалы, анатомиялық себеп болуы мүмкін. Ол бізде именно жыныстың үйлеспеу бір-бірімен. Ол қалай? Мысалы, ит пен мысық, екеуі бір-бірімен шағылысып көбейе алмайды мүлдем. Осыны біз анатомиялық себеп деп алсақ болады. Келесі бізде физиологиялық себеп. Бұл келесі суретте көрініп тұр. Келесі суретті ашсаңыз, бұл көбею мерзіміндегі айырмашылықтар болып табылады. Және де немесе тозаңның өну жылдамдығының әркелкілігі болып табылады. Мысалы, біреу уже
ұрықтануға дайын болып тұратын болса, біреусі әлі бірнеше ай әлі аталы жетілмеген болуы мүмкін. И бұлар не істейді? Түрлер осы бір-бірінен оқшаланып қалады. Біз қазір айтып отырмыз, түрлердің оқшалануы, бір-бірлерінен оқшаланса, олар уже жаңа бір түрлердің пайда болуына да осы нәрселер де әсер етеді. Әрқайсының әртүрлі уақытта не істеуі, дамуы. Келесі бізде этологиялық себеп, бұл географиялық себеп. Енді этологиялық себеп, ол бізде не деп айтатын болсаңыздар, ол этология дейтін өзі бізде мінез құлықты зерттейтін ғылым, ол жануарлардағы мінез құлықтардың бір-біріне сәйкес келмеуі. Мысалға айтайық, ол құстарда болуы мүмкін. Құстардың біреусінің дауысы, бір түрге жататын құстардың әрқайсының салатын әндері әртүрлі болады. Одан кейін көбелектер мысалы, көбелектер өздерінің үстерінен мысалы феромон дейтін зат бөледі, и ол негізінен олардың несіне байланысты? Олардың жеке бір бөлетін иістері. Және де ол негізі ол да бір-бірлерінен оқшаланып, бір-бірлеріне қосылмай, көбеймей қалуына да арға шағылыспай, бір түрдің ішінен өздері бөліп кетуіне әсер етіп, жаңа бір түрлердің пайда болуына өзінің ықпалын тигізеді екен, бұның өзі де. Ал енді тағы да бір келесі нәрсе, құстарды көрсек болады. Бұл да құстардың мінез құлқы негізінен, этологиясы. Мысалы, әр құстың өздерінің мінез құлықтары болады. Әрқайсысы өздеріне тән билері болады. Аналығы мысалы, аналығына ұнайтын болса, ол онымен жұптасып құрады. Ал ұнамайтын болса, одан кейін де олардың бір-бірінен осылай мінез құлқымен де не істеуі мүмкін, айырмашылықтар жасауы мүмкін. И бұның өзі де бізден істейді, жаңа бір түрлердің пайда болуына алып келуі мүмкін. Біреулердің мінезі өзгере береді мысалы деген сияқты. Келесі өзіміздің қамамызға оралайық. Географиялық оқшаулау дегеніміз осы бізде түлкілер, біреусі Новая Зеландияда өмір сүреді, біреусі Африка жақта өмір сүреді. Түстерде басқалар болады. Так екеуі де бір түрге жатады. Негізі екеуін қосатын болсақ, по идее екеуі де одан аса алады, олардан жаңа бір ұрпақ пайда бола алады. Бірақ бұның өзі бір оқшаланып, бұлардың алдағы уақытта бір жаңа бір түрдің пайда болуына осының өзі негізі әсер етеді. Ол географиялық оқшалану болып табылады. Келесі бізде экологиялық оқшалану. Бұл бізде мысалы бір түр популяцияның бір аймақта тіршілік ететін бір түр популяциясын бөліп тастайтын мекен ету жағдайларының жиынтығы. Екеуі де бір аймақта өмір сүреді, бұл құрбақалар. Бірақ не істейді? Біреусі суды жақсы көреді, біреусі құрлықты жақсы көруі мүмкін. И осылай да бір-бірінен оқшаланып, бұл оқшалаулардың барлығы не істеуі мүмкін? Жаңа бір түрлердің пайда болуына алып келуі мүмкін. Жалпы осындай бізде осыны үш оқшалану түрі бар, биологиялық оқшалану солай өзінің ішінен үш түрге бөлінеді екен. Жақсы. Ал енді бізде гендер дрейфі дейтін нәрсені түсіндік қой, ауытқуы. Мысалы, 10 құмырсқа болды. Енді бұл бізде фаундер эффект дейтін, именно бұл қазақша айтатын болсақ, негізін салушылардың әсері. Бұл мысалынан қараңыздар, мына жерде үйректер бар, біреулердің шаштары жақсы, біреулердің шаштары болмауы мүмкін. Видеоны жалғастыра беріңіз. Бұл қалай дейтін сияқты, немесе оны мына бір гүлдердің спораларымен мысалы салыстырсақ болады. И мысалы бірнеше бір гүлдің спораласы тек қана бір материкте, осы жерде тоқтата салыңыз, бір материкте ұшып барып қонды, и ол жерде мысалы бірнеше түрі ғана. И ол ары қарай тек қана сондай генотиптердің сол жерде дамуына әсер етеді, и олардың генетикалық дрейфі ең шекті деңгейде болады. Бұл бірнеше ғанадан тұратын популяцияның пайда болуы, басында бірнеше ғанадан тұрды бұл популяция, и ол пайда болды, дамыды. И бұл генетикалық, именно гендер дрейфін шегі болып саналады. Өйткені бұлардың гендерінде аллельділік әртүрлілігі өте аз болып табылады. Өйткені олар басында бір ғана түрде, мысалы, жасыл түсті, күлтелер жасыл түсті болатын гүлдерден дамыды. И солардың иммиграциясы нәтижесінде пайда болды. И бұл басқа алдағы популяцияның әртүрлілігі сияқты бола бермейді, бұлар генетикалық дрейфтің именно шегі болып табылады екен. Және де қарап отырсақ, осы мынақта қаншама 2-3 түсті гүл болды. Мынақта тек қана бір түсті гүлдердің тарауы осы бағанағыдай осы мысалы ретінде алсақ болады. Және де осы гүлдердің ауысатқан кезде ауру ген егер сол жаңа бір материгімізге барған болса, и ол бізде генетикалық жүк деп атаймыз. Не үшін?
Потому что ол ауру ген ол ұрпағында берілуі мүмкін, ал ол жерде пайда болатын ұрпақтар тек қана сол келген ген арқылы тарайды да. Сондықтан ол жерде ауру организмдердің пайда болу шансы көп, сондықтан оны біз генетикалық жүк деп атаймыз, иә. И ол болашақта организмдерге әсер етеді, жаман жағынан әсер етеді, сондықтан оны біз генетикалық жүк деп атайды екенбіз. Жақсы, олай болса өзіміздің камамызға орала берейік. Мысалы Америкада, иә, потом Германия, осы екеуінде жалпы Германияда басында 18 ғасырдың басында бір секта, данкерлер ұйымы дейтін секта пайда болады. Олар тек қана ерекшелігі өздерінің адамдармен ғана не істеген, некелесетін болған. Сөйтіп, ол адамдардың тұрғындары Америка, Пенсильванияның бір қаласына, бір штатына көшеді. Сол уақытта ол жерде негізгі дарақтардың саны, сол ересектер 90 ғана данкерлер ұйымы болған, данкерлердің адам болған. Олар болашақта көбейе келе, олардың енді басында Германия мен Америка адамдарын алып қарайтын болсақ, олардың қандарында А қан тобы, екінші қан тобы 40-45% аллелердің жиілігі осындай процент алатын болса, ал данкерлер ұйымы 90 адамның барлығының баланы шыққан ұрпақтарының қандарын қарайтын болсақ, оларда 60%-ға көтерілген. Яғни бұл өте бір маңыз беретін жайт, өйткені қан тобы 4 қан тобы бар, соның біреуісінің өзі 60% алып жатыр. И бұл не? Генетикалық дрейфтің, гендік дрейфтің, шегі болып деп те атасақ болады. Немесе слишком көп болып кету, немесе слишком азайып кетуі. Ал бұл жерде енді бізде екінші қан тобы слишком көп болып кетті, өте көп болып кетті да, ал бізде. Ал сәйкесінше үшінші қан тобы 20%-ға ғана түсіп кеткен. Бұл деген не деген сөз? Сандардың бағанағыдай гендер дрейфін осылай біз аллелердің кездесу жиілігі арқылы анықтап таба аламыз негізінен. Жақсы, келесі слайдқа өте берейік. Енді бұл бізде популяциялық толқын дейтін негізіміз, ұғымымыз. Бұл не? Популяция толқын дегеніміз, бұл популяциядағы даралар санының өзгеруі. Бұл неден жүреді? Бұны бізде Четвериков дейтін орыс ғалымы ашқан, тапқан. И бұның негізі оқушылар дейін жатыр ма? Мұғалімдер. Бұл негізінен популяция толқынының негізгі мәні, эволюциялық мәні болып табылады. Өйткені бұл популяция даралар саны қаншалықты көп болса, қояндар мысалы қаншалықты саны көп болды, біздің диаграммамыздағы стрелка жоғарылап отырады, ал сандар азайатын болса, стрелка төменге қарай кеткен. Даралар саны қаншалықты көп болса, көтеріле түседі. Содан бізде бір толқын пайда болды. И бұл толқын басқа да жыртқыштарға әсер етіп жатыр негізінен. Бекерден бекер бұл үшеуін, төртеуін бейнесін бірге салмаған. Және де бұл көтерілген кезде, бұл негізінен тіршілік үшін негізі организмде барлығы әр уақыт сайын тіршілік үшін күреседі. Олардың даралар саны өте қатты артып кеткен кезде, оларда генотиптердің де жиілігі емес, фенотиптердің де сандар артып кетеді. Ол жерде сұрыпталу өте ұзақ немесе өте көп түрдің ішіне жүру мүмкін. Ал енді олардың толқыны, популяция толқыны өте төмен дәрежеге нүктеге түскен кезде, ол жерде ең мықтылары ғана тірі қалады екен. Өйткені сол жерде ең бейімделгендері ғана тірі қалады, өйткені сандар өте аз, олар жойылып кету қаупінде болғандықтан, ол жерге барынша бейімделеді организм, сөйтіп сол жерге бейімделгендері ғана тірі қалады. Және де бұл зерттеудің тағы бір маңызды проблемасы ол не? Экологиялық байланыстың бір-біріне сандардың тәуелділігі. Қоянның санының қасқырдың санына тәуелділігі. Мысалы, қасқырлар көп болып кететін болса, қарап отырсаңыздар, қояндардың саны аз болған, қасқырлар сандары түсіп жатқан кезде қояндардың саны көп болады. Не үшін? Потому что қоян жоқ болған кезде қасқырлардың да жеуге тамақ қалмай, оларда көбісі көбеймеген, может кейбіреулер аштан өлген болуы мүмкін. Сөйтіп, ал қояндар болатын болса, қасқырлар жоқ кезде олар оңай көбей алған, және де өздерінің ұрпақтарын тарата алған екен. Және де бұл популяция толқынына әсер ететін заттар, жыртқыштар болуы мүмкін, паразиттер болуы мүмкін. Мысалы, қоян ешқандай қасқыр жоқ жерде де өздерінің сандары азайып кетуі мүмкін. Не үшін? Мысалы, паразиттер келді, и олар бағанағыдай жерде көбейді. Қояндар сол паразиттердің кесірінен өліп жатыр мысалы. Немесе зілзала, жер сілкінісінен де болуы мүмкін. Мысалы,
көптеген қояндарымыз дарақ саны азайып кетеді, яғни популяция толқынын түсіне алып келеді. Ал келесісі бізде жыл мезгілінің себебінен болуы мүмкін. Ол қалай дейтін болсаңыздар, жазды күні шөп көп болуы мүмкін, қоян мысалы шөппен қоректеніп жатады да, ал қысты күні көп шөп болмай, қоян қысты күні аштан қалуы мүмкін. Немесе бағанағыдай көбеюге жағдай болмайды. Может, бағанағыдай сондықтан олардың сандары көп артпайды, қайта түсе бастайды. Сондықтан жыл мезгілдері негізінен популяция толқынына айтарлықтай әсер етеді деп айтсақ болады. Так, жақсы, олай болса келесі слайдқа өте берейік. Бізде енді филогенетикалық ағаш, келесі тақырыбымыз, бұл негізінен кәдімгі ағашқа ұқсайды. Біздің идеясы да кәдімгі ағашқа ұқсатып, осы эволюцияны, шығу тектерін бір-біріне түсіндіру болған негізінен. Бұл филогенетикалық ағаш, негізі өзінің мағынасына келетін болсақ, ата тектері ортақ түрлердің ортасындағы эволюциялық байланысты көрсететін ағаш. Мысалы, мына жерде жылқы мен мына бір өсімдік немесе шыбын, екеуінің былай-былай бұтақтарына қарайтын болсақ, ол екеуінің бұтақтары ұзақтан өте ұзақтан қосылады. Ал оған дейін жылқы ол өсімдік жануарларға қарағанда құстарға, мына жақтағы балықтарға көп жақын келеді. Ол не деген сөз? Олардың шығу тектері басында бір болған деген сөз. Тем өсімдіктерге қарағанда. Бірақ әрине олар барлығына бұл бізде осылай өздерінің арасында туысқандық қарым-қатынастарын мысалы көре аламыз бұл ағаштан. Жалпы 3 бөлігі болады мұғалімдер. Ол әрине бізде жапырақ, түйін, тамыр. Түйін деген ол бізде бұта деп алсақ болады. Жапырақ ағаштың ең түбі ғой. Мысалы тамырдан басталады, ең шыңы, ең тоқтайтын точкасы ол бізде жапырағы болып табылады. Тамырдан басталып арасында оның бұтақтары түрлі-түрлі бұтақтарға бөліне отырып кетеді. Осы 3 ұғым түсіндіріп өтейін. Жапырақ дегеніміз ол бір тірі организмнің өзі, тірі организмнің өзін білдіреді. Немесе ол филогенетикалық ағашымызда ол бейнесін көрсетуі мүмкін, немесе атын беріп қояды. Ол біздің жеке бір организміміз. Ал түйіндерге келетін болсақ, бізде түйіндер, ол ататек болып табылады, и ол ататек бөлінеді. Көп түрге ататек бөлінеді, ал бізде кітапта түйіннің екі түрін беріп қойған, терминалды түйін және шеткі түйін деп. Бұл не деген сөз дейтін болсаңыздар, келесі сайтқа ауыстыра аласыз ба? Астыңғы, сол жақтағы астыңғы неге қарайтын болсақ, бұл жерде ағылшынша жазылып terminal node пен internal node деп. Internal node дейтіміз осы бізде node, ол бізде ішкі түйіндерді білдіреді, ал terminal node сыртқы, немесе шеткі түйіндер болып табылады. Шеткі түйіндер түрлердің өздері болып, негіз гендердің реттілігі өздері гендердің, ал ішкі түйіндер болатын болса организмде болжамды ататегі. Мысалы, тип деп тұрғанның бастапқы ататегі осы internal нодтардан шыққан. Ол болжамды, оның примерно ататегін көрсетеді екен сонда. Осы ішкі түйіндер негізі бөлінеді. Қалай бөлінеді? Олар бізде политомды деп атаймыз. Не үшін политом? Потому что олар көп бұталарға бөлінеді. Ұрпақтары көп таралады. Ол мысалы ортасындағы сайтқа қарасақ болады. И политомына байланысты оны біз екі бөліп қарастырамыз. Бұл енді күрделі политомны бұтақтану бар, одан кейін бізде жай политомны бұтақтану бар. Күрделі политомны бұтақтану дегеніміз организмнің барлық түрдің бір мезгілде пайда болуы. Мысалы, Star 3 деп тұрған жерде, жұлдызға ұқсаған шашырақ, бір уақытта бірнеше түрлердің резко пайда болуы, бірден пайда болуы. Ал жай политомдар бұтақтану бар, ол бізде организмдердің әртүрлі мезгілде әртүрлі ататектен шыққан көрсетеді. Ол бізде алдағы суреттердегі, ол бізде fully resolved деп тұр ғой, сол негізінен. Соны біз жай политомны бұтақтануға жатқызсақ болады. Не үшін? Өйткені бұл жерде бұтақтар жаңа бір түрлер бір-бірден пайда болып жатыр, және әрқайсысы әртүрлі мезгілде. Сондықтан бұны біз жай политомны бұтақтану деп атаймыз. Енді мұғалімдер жалпы түсініңіздер бұл екеуінің ерекшелігін, жай политом мен күрделі политомны бұтақтанудың. Көк суретші. Ол жерде, қатармен кетіп жатыр. Бір мезгіл өтеді, екі түр пайда болады. Бір мезгіл өтеді, тағы бір екі түрге бөлінеді, солайша. Ал бізде күрделі политомды дегеніміз сразу пайда болады, бір мезгілде не істейді? Қанша түр пайда болады? Екі түр емес, бірнеше көп түр пайда болуын осыны айтамыз, все, хорошо.
Көп рахмет, тыңдап отыр екенсіздер. Келесі енді бізде ана rooted, unrooted trees деп тұр ғой, анау төбеде жазылып тұр. Яғни бұл бізде жалпы ағаштарды, любой ағашты бізде филогенетикалық ағашты екіге бөліп қарастырамыз. Тамырланған ағаштар бар, тамырланбаған ағаштар бар. Ана root деп тұрғанымыз бізде тамырланған ағаш, тамыры бар, яғни оның шығу ата тегі конкретно көрініп тұр, кім екені, кімнен шыққаны. Ал мына бізде тамырланбаған ағаш. Бұл не үшін қажет бізге? Тамырланған ағаш арқылы біз ата тегін кім екенін білеміз. Тамырланбаған ағаш примерно оның арасындағы туысқандық байланыстарын көруге болады. Мысалы, А мен Б туысқан, чем Д мен Е қарағанда екеуі бір-біріне жақын. Ал АБ ол бізде С мен жақын, чем Ф-ке қарағанда дейтін сияқты. Сондай бір туысқандықтарын осылай көрсек болады. Келесі енді бізде мына жақта bifurcating енді multifurcating деп тұр ғой. Сол нәрсе. Бұл енді біздің кітаптағы бифуркационды және бифуркационсыз дейтін мағына, яғни ол жерде не айырмашылықтар дейтін болсаңыздар, бифуркационды да, яғни әр түйінде үш бұтақтан болады дейді. Негізі бұл үш бұтақ дегені бастапқы бұтақ пен екіге ажыраған бұтақты да қосып санасақ, өйткені оқулық кітаптарда жазған, яғни одан тек қана екі ұрпақ шығады. Көрдіңіздер, мына G деп тұр ғой. Сол жерден бір мен H, екі ғана ұрпақ қана тарады. Ал мына бізде мультифуркационда, ол жерде мысалы бір бұтақтан үш немесе одан да көп ұрпақ шықты. И бұл бізде бифуркационсыз деп атады кітапта. Не үшін? Өйткені би дейтініміз ол бізде екі дейтін мағына білдіреді. Екі ұрпақтың шығуы ол бізде бифуркационды, бірақ үш бұтақ болады, солай жаттап алсаңыздар. Ал бифуркационсыз ол екеу емес, одан да көп деген сөз. Екіден одан да көп ұрпақ шығады. Және де ол төрт бұтақтан, кемінде төрт бұтақтан болады. Ол бастапқы бұтақты да, может, мен айтып отыр деп түсіндім негізінен. Енді келесі бізде маркерленген және маркерленбеген ағаштар бар. Мысалы, маркерленген ағаштар ranked and labeled деп тұр ғой. Label, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сандары. И ол бізде ол сандар негізінен атауларын білдіреді. Мысалы, 1, балық, 2 ол бізде дельфин дейтін сияқты, дельфин емес енді. Мысалы, құс мекені дейтін сияқты ұғымға келуі мүмкін, яғни ол сандар уже бір организмдің өзін білдіріп тұр негізінен. Ал мына unlabeled, яғни олардың арасындағы нені білдірмейді, атауларын білдірмейді. Бірақ бұл жерде олардың топологиясын біз біле аламыз. Топология дегенімізде олардың туысқандық қатынасын, арасындағы түйіндер мен бұталардың қатынасын біле аламыз. Мысалы, 5-тің 7-тен емес 6-тан шыққанын мысалы көре аласыздар. Бұл да бізде негізінен маркерленбеген ағаш болып табылады. Бізде филогенетика ағаш негізі терминдері осындай бізде жаңа бір терминдер кітапта жазылған. Бұл бізде монофилия, полифилия, парафилия. Және бұл біздің сөйтте қарасақ өте түсінікті. Соны New World Monkeys деп тұр ғой, Old World Monkeys, Humans, маймылдар мен адамдардың тегі соңында не істеді? Бір ата тектен шыққан. Яғни монофилия деймізде моно бір, филиус, яғни филогенез дейтін сияқты тарихи даму, яғни ата тегінің бір болуын біз монофилия деп атаймыз. Бір ата тектен шығуы. Полифилия, поли дейтінімізде көп, яғни ол бізде көк түспен берілген, және де ол не ұрпақтардың бірнеше ата тектен шығуы. Мысалы, Тарсиерс пен Лемурс деп тұр ғой, олар екеуі екі түрлі ата тектен шыққан. Оны қай жерде ата тегін екенін көрсете аласыз ба? Мен мысалы мына жерде көрсете алмаймын. Лемурстың ата тегі мысалы Лорисис деп жазылып тұр ғой. Сол екеуінің бөлінбей жатқан жері сол ата тегі болып табылады. Бөлінбей жатқан жері, екі сызыққа бөлінбей жатқан жерін көрсете аласыз ба? Жоқ, ол жақ емес. Сол жері негізі ата, жоқ, сәл алдыға қарай, сол жерін. Жоқ, былай қарай. Сол жерде ата тегі болып табылады осы екеуінің. Ал бізде Тарсиестің ата тегі ast жағында орналасқан. Екінші бір бөлінген жағы. Көрдіңіздер ғой, бұл екеуінің шығу ата тектері екі түрлі, олардың арғы ата тектері ғана қосылады. Сондықтан біз бұл шығу ата тектері екі түрлі әртүрлі организмдерді полифилия деп атаймыз. Яғни немесе Лонсис пен Тарсисті де атасақ болады. Лонсис пен Тарсисті қызылмен көрсетілген полифилияны бізде. Кешірім сұраймын, Лонсис пен Тарсистің әрине шығу тектері екеуінікі әртүрлі. Бағана жерді көрсеткенде. Ал енді бізде парафилия дейтін ұғым бар. Ол бізде организмдердің көпшілігі бір ата тектен, мысалы Лемурс пен Лорисис, ол екеуі бір ата тектен шығып тұр. Тағы да көрсетіп жүрсеңіз.
екеуі бір ата тектен шыққан жері. Ал бізде торсис ол екеуінен вообще басқа ата тектен шығып тұр. Ол жерді көрсетіп жіберсеңіз, иә. Яғни организмнің көпшілігі бір ата тектен, ал кейбірі әртүрлі ата тектен шығуын осын парафилия деп атайды екенбіз. Осындай бір ұғымдар. Жақсы, келесі слайдқа өте берейік. Бұны енді сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл жерде сұрамай ақ қойын, жақсы, айта салайын өзім. Бұл бізде мұғалімдер, бұл бізде хронограмма деп аталады, потому что бізде палеозой, мезозой дейтін сияқты бор, юра, триас, олардың да ішіне эралар бөлініп тұр. Және де 2 мен 2-ның 3-ке айналуына негізінен ұзақ сызық тұр, ал 3 пен 4-ның арасында қысқа ғана сызық тұр. Не үшін? Өйткені ол жердегі сызықтардың өзі ұзын немесе қысқа сызылуы, ол бір уақытты білдіреді, уақытты көрсететін филограмма. Осыны біз хронограмма деп атайды екенбіз. Ал түсінікті ғой да, хронограмма не үшін осындай ұзын біреусі қысқа нәрсе сызылып тұрғаны? Олардың әрқайсысының ұзындықтарының бір белгілі бір мәні бар, ал ол негізін ұзындықтары олардың уақыттың ұзақтығын көрсетеді. Қаншалықты ұзақ түрге арналған болса, жаңа бір түрдің пайда болуы, ол жерде хронограмма бағана бұтақтары соншалықты бірінен алыс немесе бұтақтары соншалықты ұзын болып келеді екен. Жақсы, келесі суретке де өте берейік. Бұл бізде кладограмма мен филограмманың айырмашылығы. Көрсек болады. Кладограмма дегеніміз не? Ол бізде кәдімгідей бұтақтардың ұзындығын көрсететін мағлұматсыз құралған филогенетикалық ағаш. Бұл бұтақтардың ұзындығы ешқандай бір мән-мағынасыз орналасып тұр. А кладограмма болатын болса, әрқайсының бұтақтары әртүрлі ұзындықта орналасып тұр. Біреусі қысқа, біреусі ұзын деген сияқты. Оның да өзінің мағынасы бар. Ол мағынасы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, біздің кітапта жазған не деген? Гендегі мутация саны көрсетеді. Қысқа болса, гендегі мутация саны аз болған, ұзынырақ болса, гендегі мутация саны көп болып, соңында сол бір түр шыққан деген мағына келеді. Ол бізде филограмма деп атайды екенбіз жалпы. Ал енді, ал осы біз кладограмманы негізінен мағлұматсыз құралған филогенетикалық ағаш, ол қазіргі кезде биологиялық жүйелеудің негізгі түсінігі. Біз осы кладограмма арқылы негізі жіктей беретін едік негізі. Сүтқоректілер, бауырмен жорғалаушылар, құстар дейді сияқты, оның бәрін бірге қатыстырып, осындай ағашты біз тез оңайсыздатын едік, чтобы жануарларды жүйелеу үшін. Оған біз кладограмманы қолдана береміз, жүйелеудің негізгі түсінігі. Не үшін? Өйткені ол жерде олар қаншалықты ұзақта пайда болғаны, қаншалықты эволюция барысы оларда ұзақ болғанын біз олармен айтып отпаймыз кладограмма арқылы. Және де бұл не? Таксондар арасына аналық туыстық қарым-қатынасты да біле аламыз. Мысалы, Д мен Неде айтайық, ол жерде мысалы бунақ денелер мен өрмекші тәрізділер. Абысыда мысалы құстар, сүтқоректілер, бауырмен жорғалаушылар дейтін сияқты. Олар негізінен екеуі, мысалы өрмекші тәрізділер мен жәндіктер бір-біріне туысқан, жақын, олардың ата тегі бір болған, тем абысының ата тегіне қарағанда. Абысының ата тегі ол бізде әрине ол бізде қандауырша, омыртқалар, алғашқы омыртқалар, соның ата тегі болып табылады. Кладограмма арқылы осылай туыстық қарым-қатынасты кіммен туысса екен, құс көбінесе, мысалы, біз бағана нені келтірдік, балық пен құс мекенелерге туыс, чем өрмекші тәрізділерге қарағанда деген сияқты. Егер жануарлар солай бөлініп кететін болса, ол сол омыртқаларға барып қосылатын еді. Араласатын болса, араларында, деген сияқты. Так, енді алдағы 2 слайд па, 3 слайд па алды қарай өтсеңіз. Өте беріңіз тағы. Ал осы біздің ағашымыз, филогенетикалық ағашымыз. Бұл бізде дендрограмма болып табылады. Бір суретіміз, бұл бізде филогенетикалық ағашты сұлба түріндегі бейнелеуді білдіретін ортақ термин. Бұл бізде сұлбасы, біз барамызда 3-4 суретке түсеміз ғой, өзіміздің суреттеріміз шығарып береді ғой. Сол сияқты біз филогенетикалық ағашымызды 3-4 суретке түсіретін болсақ, оның дендрограммасын шығарып береді екен деген сияқты. Дендрограмма дейтін осы филогенетикалық ағаштың сұлбасы. Негізінен осылай.